Неліктен қалаларда ағаштар көп болу керек? Бұл әлемдегі ауасы ең лас жерлердің бірі Лахор көшелері. Қаладағы өкпеге зиянды бөлшектердің концентрациясы максималды көрсеткіштен 20 есе асып түседі. Улы түтіннің кесірінен тұрғындар зардап шегуде, мектептер болса карантинге жабылып тұрады. Мысалы, Қытайда ауадағы зиянды бөлшектердің концентрациясы максималды нормадан 6 есе. Францияда 2, ал Қазақстанда 4 есе асады. Атмосфераны ластайтын негізгі 5 фактор ауыл шаруашылығы, көліктер, өнеркәсіптер, қалдықтар мен тұрмыстық шаруашылық. Атмосфераның ластануы жыл сайын 6 миллионнан астам адамның өліміне себеп болады. Ауаның сапасын жақсартудың экономикалық шығыны 8 триллион доллардан асады. Дүние жүзіндегі халық санының өсуімен, яғни автомобильдердің, зауыттардың, электр станцияларының көбеюімен ауа сапасының көрсеткіштері тек нашарлай түсуде. Осыған байланысты мамандар ауаны тазартудың әртүрлі шешімдерін іздеуде. Дегенмен, шығыны көп, ауқымды жобалардың нәтиже беру ықтималдылығы төмен. Биіктігі 30 метрге жететін мұндай түтін мұнаралары Роттердамда, Бейжіңде және Нью-Делиде. Яғни ауаның ластану мөлшері ең жоғары қалаларда орнатылған. Кейбір сарапшылардың пікірінше, ауаны тазартудың ең тиімді құралы көгалдандыру. Біріншіден, ағаштар көмір қышқыл газын тұтынады және оттегін шығарады. Екіншіден, қаладағы шаң жапырақтардың бетінде жиналып, кейінірек жаңбырмен жуылады. Қазақстандағы экологиялық жағдайды жақсарту үшін мемлекет басшысы орман қорына 2 миллиардтан астам, елді мекендерге 15 миллионнан астам ағаш отырғызуды тапсырды. 2022 жылы елімізде 282 миллион ағаш отырғызылды. Кейбір ағаштардың тазарту қабілеті басқаларға қарағанда жақсысы болуы мүмкін. Гетеборг университетінің зерттеушілері ботаникалық бақтың бір жерінде өсетін 11 түрлі ағаштардың жапырақтары мен инелерін жинап талдау жүргізді. Сонымен дала үйеңкісінің үлкен және тығыз жапырақтары ластануды жоюда және ауаны оттегімен қанықтыруда жақсы нәтиже көрсетті. Жалпы ғалымдар ауаны тиімді тазарту үшін ағаштардың әртүрлі түрлерін біріктіруге шақырады. Мысалы, Қазақстанда сексеуіл, үйеңкі, қайың, шырша және Сібір шыршасы отырғызылуда. Көгалдандыруды қалалық ортадағы ауа сапасын жақсартудың ең тиімді жолы деп атауға болады. Адамзат денсаулығы ағаштарды отырғызу мен күтуге кететін шығындардан қымбат.